Саламатсыздар ма? Осы кажекеде көрініп тұрған өру техникасы бойынша сізге қазір қалай тігілетінін көрсеткім келіп тұр. Каналыма тіркеліп, подписка жасап, лайк басып қойыңыз, комментарий қалдырып кетуіңізге болады. Рахмет. Міне осындай оюдың жүрекшенің өріліп тігілген техникасын бастап көрсеткім келіп тұр. Міне 7 бисер алып, 5-ші бисердің жанынан кіргізіп, осылай бастап тігесіз. Әуелі кажекейге сызып аласыз, сабынмен, инемен, ручкамен, өзіңіз қарайсыз қалай тігіп сызып алатыныңызды. Жіпті мононит жіппен тігіп жатырмын. 0,2 деген размерін алсаңыз болады. Осындай мононитпен, міне сіз байқап қарасаңыз, қай жерден шығып, қалай кіріп, иненің қалай кіріп атқанын қарап отырсаңыз болады. Иненің 5-ші бисердің жанынан шығамыз, я болмаса ортасынан 3-ші бисердің жанынан шығыңыз. Осылай қайталап тіге берсеңіз болады. Осы техника қайталанып тігіле береді. Түзу әдемі болып шығу үшін жайлап қолыңызды үйретесіз. Осылай ыдысқа бисерді, черский бисерді салып алып, 7 штугын алып, бисер тігетін инемен осылай тігіп шықсаңыз болады. Бастапқы кезде дұрыс болмауы мүмкін, бірақ барлығы жайлап тәжірибемен келетін нәрсе. Асықпай осылай тіксеңіз болады. Бұл өру техникасы бір өзі тігілген кезде сразу киімге тігіледі, өйткені оны сеткаға, фетрге тігіп жіңішке болғандықтан ыңғайсыз болады. Сондықтан сразу киімге тігіп жатырмын. Міне осындай әдемі жүрекше шығып жатыр. Көз өлшеміңізбен бара-бара үйреніп кетеді. Осылай өріп, басқа да цветтермен тіге беруіңізге болады. Менің басқа да видеоларымда көрсетілген қалай тігу техникалары, солардан қарап шолып шықсаңыз болады. Патинге, фетрға, киімге қалай тігілу жолдарын біле аласыз. Мына жерде көріп тұрған бисерлеріңіз, мен айтқанымда черский деп неге айтып жатырмын? Өйткені китайский бисерлер бар, тайванский бисерлер бар. Ол бисерлер, именно китайский бисерлердің размерлері әртүрлі болғандықтан, мынандай біркелкі болып шықпайды. Сондықтан бисердің сапасына да қарағаныңыз жөн. Осылай тапсырыс алып мен тігіп жүрмін. Бірінші жүрекшелерін тігіп алып жатырмын. Сізге тек жүрекше қалай тігілетінін көрсетіп жатырмын. Міне, жақыннан қарағанда осылай тігесіз. Монониттеріңіз байланып қала беруі мүмкін, бірақ пельцаға керіп қойып та тігуіңізге болады. Мен қолым үйренгендіктен осылай отдельно кажекейді тіге беремін. Сосын матаңыздың цветіне көңіл аударғаныңыз жөн. Цветі темнылау болса, ашық цвет бисерлермен тігуіңізге болады. Ашық цвет болса, темнылау бисерлермен. Сіз өзіңіз енді көзіңіздің цветін қалай таңдайсыз, солай тіге беруіңізге болады. Мінекей көріп тұрғаныңыздай барлық техника қайталана береді, тек схемасын біліп алсаңыз болғаны.
Тағы бір айтып кететін лайфхак: егер мынандай кәжекей тігілетін болса, матасы жұқа болса, астына дублерин басып клейлеп алғаныңыз жөн. Сол кезде осындай оюлар нық жақсы тұрады. Міне мына жерде қателесіп кеткенмін, сондықтан кейін қарай тартып алып жатырмын жіпті. Жайлап асықпай шығарып түзеп алсаңыз болады. Манаға дублерин астына тігіп жапсырасыз деген себебі, өйткені тастарды көтеріп тұру үшін, әдемі нық тұру үшін кәжекейіңіз жапсырғаныңыз жөн астына дублеринді. Осы каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды комментарийға жазып кетсеңіз болады. Осылай қарағаныңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.